Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше дайындалатын еттің, яғни гуляштың рецептісімен бөлісемін. Өзінің сорпасына және сармайға пісетін гуляш дәмі өте дәмді және де үлбіреп пісетін еттің рецептісі, және де өзімнің бақшамнан қазып сіздерге сол видеоны көрсетіп дайындайтын, езіліп тұратын пюремізді дайындаймыз. Соның барлығымен сіздермен бөлісемін. Ең бірінші етімізді турап дайындап қояйық. Менде сиырдың еті тұздалған. Қандай ет болса да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осындай үлкен бөліктерге бөліп тураймыз. Міне осылай барлық ет турап алдым. Мен 1,5 килограмм ет алдым. Өзіміздің отбасымызға жететіндей сіздерге аздау қоссаңыздар болады. Тек қана осындай үлкен бөліктерге бөліп тураңыздар. Міне еттерімізді турап болдық. Енді осы еттерді сковородкамызға, яғни табамызға май еш нәрсе құймай, осылай еттерді салып шығамыз. Табаларыңыздың асты қалыңдау болғаны дұрыс. Өйткені бұл етті баяу отта 2 сағаттай пісіреміз. Енді осы еттің бетіне бізге осындай 4-5 дана пияз керек. Осыларды үлкен осындай дөңгелектеп турап, еттің бетіне салатын боламыз. Міне пияздарымызды осылай үлкен қылып тураймыз, дайындап қойық. Енді осыны барлығын еттің бетіне тегістеп жайып шығамыз. Достар, бұл еттің дәмі өте ерекше болады. Дайындап көріңіздер. Дәмді болып шығады. Пияздарымыз салып болдық. Енді осы пияздың бетіне осылай 150 грамм сармай, яғни сливочный майды қойып, етімізді отқа қоя береміз. Достар, мен отта қыздырдым. Басында кішкене отты көптеу қосуға болады, одан кейін етіміз әбден қызғанда отты баяу отқа қоямыз. Үстіне 100 граммдай ғана су қостық. Ал енді гарнирімізді дайындауға біз ең бірінші картоп қазуымыз керек. Бізде қазір жаз айы, сондықтан да жаз мезгілі әлі де картопты қазатын уақыт болған жоқ. Менің көмекшім ұлым қасында. Енді біз картопты күз мезгілінде қазатын болғандықтан мен барлығын түбімен қазбай, осылай картоптың жан-жағынан кішкентай күрекшемен үлкен болып піскен картоптарымды аламын. Қалған кішкентайлары күз айына дейін, күзге дейін піскенше, әбден өскенше тұра береді. Осылай шеттерінен үлкен картоптарды қазып аламыз. Қазір бізде тамыз айы, сондықтан да түбінен қазбаймын. Міне осылай аламын. Достар, егер де сіздерге осындай ауылдың видеолары, ауылдың тіршілігі, өмірі жайлы, асханасы жайлы қызық болса, менің каналыма, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, комментарий жазып, менің тұрақты оқырманым болыңыздар. Өте қуанышты боламын. Әр қайсыларыңыздың қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздер маған тіркелсеңіздер, мен өте қуанышты боламын. Ары қарай да сіздерге қызықты болатын видеолар салып тұруға тырысамын. Міне осылай картоптарымызды қазып аламыз. Әлі де сіздерге осы картоптарды түгелдей қазатын уақытта видеолар түсіріп, ауылдың өмірі жайлы, астықтарымызды жинайтын уақытымыздың барлығын видеоға түсіріп салатын боламын. Менімен бірге болғыларыңыз келсе, тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің қасында ұлым мені түсіріп, маған көмектесіп тұр. Міне осылай қазып, картоптарды қазып, шеттерінің топырағын қайратын жауып қоямыз. Достар, міне картоптарымыз қазып болдық. Осы бізге жеткілікті. Осыны қазір үйге барып тазалап, гарнир жасайтын боламыз. Пюре істейміз бүгін. Свежий картоптан пюре істейтін боламыз. Міне достар, картопымыз жаңадан қазылғаннан кейін осылай қабықтары тез ашылады, осылай жұп-жұқа. Міне картоптарымды тазалап, жуып, ортасынан бөліп дайындап қойдым. Енді қайнап тұрған суымызға салып, үстіне лавровый лист салып, 1 дана пиязды, тұзын салып,
картопымызды пісіреміз. Достар, міне біз картоп дайындағанша 1 сағат уақытымыз өтті. Міне көріп отқандарыңыздай етіміздің сорпасы өзі шығып, сөлі бөлініп, осылай өзінің бабына пісіп жатыр. Енді осының үстіне сарымсақты ұсақтап турап салып, тұзын, бұрышын дәміне қарай қосып, үстіне 6% уксус, яғни сірке суын қосамыз. Сол себепті етіміз өзінің сөліне балбырап піседі. Сондықтан да біз қазір 6%, менде яблочный сірке су, яблочный уксус, осыны 3 қасық қосамыз. Үлкен қасықпен 3 қасық қосамыз. Енді ары қарайды тағы да 1 сағатқа етімізді қойып қоямыз. Өзінің бабына пісу керек, баяу отта. Достар, міне 1 сағаттан кейін мен етімді аштым. Әлі де өзінің сорпасы бар, өзінің жаңағы сөлі бар еттің. Дайын болды етіміз. Мен картопымды езіп, үстіне жаңағы сармай сүтін қосып, дайындап пюре қылып езіп алдым. Енді етімізді соған қосамыз. Өте дәмді шығады, достар, дайындап көріңіздер. Еттеріміздің көлемі үлкен болса да, әбден балбырап, әдемі болып піседі. Міне мен еттерді араластырғанда жоқпын, пияздары бетінде соғалпы, солай дөңгеленіп тұрды. Сармайға піскеннен кейін дәмі өте ерекше шығады, әдемі шығады өзі. Дайындап көріңіздер. Міне достар, осындай міне біздің гуляшымыз бен картопымызда өте дәмді болып шықты, езілген картопымыз. Достар, егер де мен бүгінгі сіздерге бөліскен видеом, рецептім ұнап жатса, маған комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.